бәрі жақсы. Бәріміз пландағыдай болды енді. План алтын алу еді. Сол алтын алдық. Құдай қаласа енді осылай жалғастыра берсін біздің командада. Бізде енді командамыз жақсы бастады. Өзіңіз біліп жүрсіздер. Нұрқанат Асқанов, Лаура Әліқұл. Олар бірінші күні шығып, оларда үлкен жауапкершілік болған. Олар финалға шыққан. Одан кейін бүгін, кеше енді Қайсар Алпысбай шықты, Әсел Қанай шықты. Оларына қаншама еңбек, Әсел травмадан, Қайсар қаншама жылдан еңбек істеп жүр. Бүгін міне Юлдаштан және финалға шықтық, медаль алдық. Ол да ота жасаған еді, Дидара Мирали. Әркімнің өз еңбегі бар, бірақ бұл медальдарым ол біздің общий еңбегіміз. Сол үшін тек қана өзім үшін емес, командам үшін қуаныштымын. Ертең тағы бір жерлесіміз бар, Мөлдір Жамбылбай. Соған келіп, ол да көрсетеміз әрине. Ол да енді алтыннан алқатасы жақсы болатын еді. Енді басынан фаворит санадыңыз ғой, сондай сенім болды ма іште, әр жекпе-жекте? Негізінде басты қарсылас Жапон елінің спортшысы болған. Негізінде ол финалға шығады деп ойладым, бірақ осы жаңадан келген қыз, Непалдан келген қыз оны топтастады, финалға ол шықты. Негізінде маған енді прям жеңіл болды деп айта алмаймын, бірақ ойдағыдай болды, бәріміз пландағыдай болған.